фиброз жоқ деді, бірақ көк бауыр кішкене ісіп тұр деді, селезенка. Енді мен ана аппараттарына 100 миллиондық аппарат деп мақтайды ғой. Аппараттарына қарап жатырмын да, енді чтобы өзімде шықпа, өтірік па деп ана неден фибросканның нелерінен шығады ғой, мынандай номерлерші қарап жатырмын. Жақсы. Айтты, фиброз 0 дейді. Мен айтып отырмын, 0-ге түсіп тұр ма десем, иә, міне көріңіз, фиброз 0, ал жаңа степень стеатоз 1. Ем бол. Соны болып, анам көзімді жеткізейін деп, жаңағындай неткен ғой, енді өзім емделіп алайын, содан кейін менде елдерге рекомендация жасауым керек қой, чтобы менен результат шыққаннан кейін. Мен өзімнен өзімнен результат шықты, енді смело мен елдерге рекомендация айта аламын да. Жұмыс деген адамдар басқаша түсінбей қалады. На самом деле, ребята, вот жұмыс деген сол көмектесу ғой. Өзің бірінші результат нәтижесінде одан кейін адамдарға айтасың. Қаншама адамдардың сауабын алуға болады ғой. Рахмет сізге, Айнұр аға. Қай қаладан боласыз? Мен ойладым, бір фиброз 1-ге түскен шығады депші, енді 0 болып кетеді деген ондай вообще ойымда болған жоқ.